Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін өте дәмді, үлпілдек нан пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. 300 грамм жылы сүт, 300 грамм жылы су, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 30 грамм бөлме температурасындағы сары май, 4 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. 800 граммдай ұнды салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз көтерілгенше жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді өзімізге ыңғайлы бөлікке бөліп дайындаймыз. Табаға салып, өзімізге ыңғайлы формада жасаймыз. Нанымыз көтерілгенше 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, өзімізге ұнаған дәндерді сепсеңіз болады. «180 градуста 30-40 минутта қызартып пісіріп аласыз». Нанымыз пісіп дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!